Не себепті киілген киімді басқа біреуге беруге болмайды? ежелгі таным бойынша адам мен оның заттары арасында ерекше энергетикалық байланыс бар деп саналады. Сондықтан дұға оқып, қастық жасау үшін әлгі адамның бір киіміне қол жеткізсе, сол да жетеді деп есептелген. Киімді адамға зиян келтіріп қана қоймай, сонымен бірге сәттілік, одан да басқа жақсылықтар келтіру үшін де оқыған. Әрине, үйдегі ескі құсқаны таратып беріп, жолым ашылды деп жататындар көп кездеседі. Бірақ адамдар киген киімнің бұрындары кім көрінгенге бере бермеген. Көбіне жақын адамдарына берген. Өйткені ол туысқанына жамандық ойламайды деп санаған. Сол секілді тек қайтыс болған адамның киімін ғана таратқан. Тіпті қайырымдылық мақсатта келген киімдерді мешітке немесе тағы бөтен біреулерге таратып бергіңіз келетін болса, онда оны алдымен арнайы тәсілмен жуып алған жөн. Ертеректе адамдар біреуге беретін киімін тұзбен жуған. Бүгінде дәл солай жасауға болады. Мысалы, кір ұнтағын тұзды қосып, ал аяқ киімді кенеп қапқа салу керек. Аяқ киім адамның энергиясын көп жинайтын дүние. Эзотериялық тәжірибенің басым көпшілігінде сәйкес 80-ге жуық энергия арналар аяқтың табаны арқылы өтеді. Яғни адаммен ең жақын әрі ұзаққа созылатын энергетикалық байланыс кроссовка, етек және басқа да аяқ киімдер арқылы жүреді. Тағы қандай заттарды беруге болмайды? Бөтен адамдарға киім мен аяқ киімнен басқа да мынандай заттар беруге болмайды. Матрастар, кілемшелер, төсек орын, көрпе-жастықтар, орамалдар, бас киімдер және басқалар. Іш киімдер, денеге тиетін футболка, жейде, пижамалар, әмиян, сөмке, рюкзак және тағы басқалар. Ешқандай жағдайда өзіңіз пайдаланатын айнаңызды беруге тіпті бірнеше минутқа да бермеңіз. Ерте заманда тағы мынандай бір ырым болған. Егер адам ауырып қалса, туыстары оның көйлегін киіп, үйден аулақ кетіп, тойға немесе жәрмеңкеге барып көңіл көтеріп қайтқан. Немесе оны алып қайыршы адамға берген. Осылайша адамдар туысқандарын ауырын бөтен адамға ауыстырған. Сондықтан бұрын қолданылған заттар сатып алу кезінде және оны кигенде сақ болған жөн.